Сәбит Аймұханұлы Досанов 1940 жылы 12 қаңтарда Қостанай облысы Амангелді ауданының Қазақстанның 40 жылдығы кеңшарының Байғабыл ауылында дүниеге келген. Қазақ жазушысы және драматургы. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Еңбек жолын республикалық газеттер мен журналдардан бастады. КСРО әдебиет қорының қазақ бөлімінің директоры, кейін республикалық халық шығармашылығы және мәдени қызмет көрсету орталығының бас директоры, сондай-ақ Қайнар баспасының бас редакторы болды. Бірнеше ондаған көркем шығармаларының авторы, олардың арасында оқырманға кең танымал «Тау жолы», «Екінші өмір» романдары, «Ақ аруана» повесі бар. Сәбит Досановтың «Екінші өмір» романы ең жарқын лирик ақындардың бірі. Қасым Аманжоловтың күрделі тағдыры мен шығармашылық жолына ер басына сын түскен кезінде өз халқының лайықты ұлы болған, туған жерінен жырақтап жүрген адамның қайғылы тағдырына арналған. Бұл роман автордың ғана емес, қазіргі қазақ прозасының да үлкен көркемдік жетістігі болды. 1999 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен отандық әдебиеттің дамуына қосқан зор үлесі үшін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағы берілді. 2000 жылы қаланың әлеуметтік мәдени дамуына қосқан үлесі үшін Қостанай қаласының құрметті азаматы атанды. Сәбит Аймұханұлы қазақ әдебиетінің жандануына елеулі үлес қосты. Нағыз шығармашыл тұлға ретінде ол бүкіл өмірінің ұлттық проза мен драматургияны дамытуға арнады.